Ерден ішкі арпалысын баса алмай аласұрып жүргенінде Гүлмира телефон шалды. Түк болмағандай сөйлеп, компанияның ірі тұлғалары туралы хабарлар циклін жасап жүрген жоспарында бұл туралы да фильм түсірмек ойы бар екенін айтып, кездесуді ұсынды. Ерденнің қаны басына шапшыды. Дәл қазір кезінде өзін ұлың жоқ деп мүсіркеп кеткен әйелді атарға оғы жоқтай еді. Кездесуден үзілді-кесілді бас тартты. Келесі күні Гүлмира Ерденнің кеңсесіне келді. Кейіпкерлерімен тілдесуде жинақтаған талай жылғы тәжірибесі бар емес пе? Ерденнің түйілген қабағын жазу үшін бар өнерін салып, әйелдік арбау, баурау амалдарын жұмсап бақты. Көзін төңкере қарап, даусын құбылтып, компанияның ерен табысында мұның үлесі аса қомақты екендігін былайғы жұрт жақсы білетіндігін айтқанда, адам деген пенде ғой. Осыған дейін міз бақпай отырған Ерден елең ете қалды. Бірақ тап сол сәтте осы әйелдің күні кеше ғана баласының ұл еместігі ұнамағанын мысқылдай айтқаны құлағында жаңғырып, есіне бірдеңе түскендей бетіне тесіле қарады. Өткендегі сөзінен бері осы әйелді жасытып, жігерін құм етсем деген ойдан біразға дейін арыла алмай жүрген Ерден сол сәттің келгенін түсінді. Сол оймен түсін сәл ғана жібітіп, ойланайық деді. Гүлмира қуанып кетті. Оның өз есебі бар еді. Тұрмыста жолы болмай, алғашқы бас қосқан адамнан ажырасып кеткен соң, енді қайтара күйеуге шықпасқа ант еткен. Оң солын танып, карьера жасап барып отбасын құратын шетелдік қыздар ақымақ емес шығар дейтін ол құрбыларына. Шетелдік өмір салтына еліктеп, бірер адаммен азаматтық некеде тұрып та көрді. Сонда бір байқағаны, мұндай қатынастар ер азаматтар жағына қолайлы екен, тең құқылы, бірақ өзара жауапкершілігі жоқ қарым-қатынастан тез жеріді. Уақыт болса алақаннан сусылдап төгілген құмдай өтіп жатты. Жасы ұлғая бастағанын бала сүйгісі келгенде түсінді. Блокнотын ақтарып отырып, осыдан бірер жыл бұрын өз хабарына түсірген генетик келіншектің телефонын тауып алып, бала туғым келеді, деді амандық саулықтан сұрасқаннан кейін. Туыңыз, деді ғалым келіншек күле сөйлеп. Бір мәселе бар, соны ақылдасуға келейін деп едім, деді жұмбақтап. Ғалымның келіңіз дегенін ести сала құстай ұшты. Менің ұл туғым келеді, деді бұл мәселені төтесінен қойып. Өткенде сіз баланың жынысын жоспарлауға болады деп едіңіз ғой. Маған қолайлы кезеңдерді есептеп шығарып беріңізші. Онда жалпы бұл сіздің жеке шаруаңыз екенін білемін. Менікі тек өмірден түйген жайды айтып өту ғана. Жалғыз бастысыз, өзіңізге серік болатын, әрі кейін қарайласып тұратын қыз туғаныңыз жөн емес пе? Рахмет, ұл тусам жалғыз болмайтынымды білемін. Ол өзіне таңдана қараған дәрігерге жұмбақ түрмен күлімдей көз тастады. Гүлмираның ішкі есебі өте мықты еді. Тірі пендеге білдірмеген жоспарын дәрігерге айтсын ба? Жұмбақтай күлімсірегені сондықтан. Өзі білетін ұлға ынтызар болып жүргендердің ішінен Гүлмираның таңдауы Ерденге түсті. Ақылды, көрікті, бай, басқа кандидатураларға қарағанда жасырақ, қоғамға әжептәуір танымал, өз саласында аты бар адам. Әрі естуі бойынша соңғы бірер жылда ұлы жоқтығын уайымдап жүр деседі. Ендеше тура маған лайық контингент екен, деп алақанын ысқылап, фильмге түсуге келісімін алудың түрлі жолдарын ойластырып келген. Болашақ кейіпкері көп жалынтпаған жақсылыққа жорып, жымиып қойды. Фильмнің алғашқы бөлігі бейресми жағдайда Ерденнің таудағы саяжайында түсірілді. Бірінші күні былай жүріңіз, мұнда қараңыз, өйтпеңіз, бүйтпеңіз деп ығырын шығарған тележурналистен құтылғанша асыққан Ерден қайдан келсе қойып едім деп өзін іштей мың рет сөккен шығар. Бірақ ашуын сыртына шығаруға қашанғы әдептілігі жібермеді. Кешке таман құлаш-құлаш таспасын шығарған шығармашылық топты бостан-бос қайтаруды ұят санап дастарханға шақырды. Коньяк ішіп, көңілденген топ ұзақ-ұрақ отырып, қас қарайғанда жолға шықты. Коньяктан басым айналып тұр, сәл жата тұрайыншы деп диванға қисайған Гүлмираны оята алмаған әріптестері бір-біріне жымың-жымың етіп қарап, қалаға өздері кетті. Ерден
Үйіне ертеңіне ғана түн ортасы ауғанда оралды. Фильм теледидардан көрсетілгенде Ерденнен бұрын Айсұлу мен қыздары қатты қуанды. Күйеуінің қажеті қанша дегеніне қарамай, аста төк дастархан жайып, шығармашылық топты үйлеріне шақырды. Тележурналист келіншектің тым еркіндігін, кәсіптік ерекшелігіне балады. Ерденнің өзін сәл қолайсыздау ұстағанына, қонақтардың әлденеге жымыңдасып, бірін-бірі түрткілеп отырғанына тіпті мән берген жоқ. Қыстың алғашқы айында Гүлмира Ерденге телефон соғып, өзінің жүкті екенін хабарлады. Ол өз шаруаң, деді Ерден. Мен отбасымды тастап саған үйленем деп уәде берген емеспін. Үйленбей-ақ қой. Ұлың әкесіз өседі. Ерденнің бүйрегі бүлк ете қалды. Көріп келдігіңде бар ма еді, ұл екенін қайдан біле қойдың? Есесіне сен ғалым емессің ба? 21 ғасырда баланың жынысын алғашқы апталарда білуге болатынын естімеп пе едің? Ерденнің тілі күрмеліп, ештеңе де алмады. Жаманат жерде жатпайтынын тағы да дәлелдеп, жарының опасыздығы туралы өсек Айсұлуға да жетті. Әңгімені бастауға дәті бармай жүрген Ерден Айсұлудың ашулы сөздерін үнсіз тыңдап отыра берді. Кінәлімін, бірақ оны сенен артық көргенімнен барған жоқпын, деді бар болғаны. Өзің не айтып тұрғаныңды түсінесің бе? Ау, ондайға ынтық болып бармағанда қайтып барады. Жек көріп тұрып, бір төсекке жаттым дегеніңді барып ақмақтарға айт. Сенсең сең, сенбесең қой, шыным сол. Әуелгіде ұлың жоқ деген үшін оны төмендеткім келді. Ал қорлықтың ең үлкені еркектің өз ойын орындаған соң әйелді тастап кетуі. Мен де оны соңымнан жүгіртейін, кіріптар етіп жалындырайын дегенмін. Бірақ ол менен асып түсті. Ұл туды. Соңғы сөзін терең күрсініп айтты. Айсұлу бәрін де түсінді. Я, бұл ұл туып бере алған жоқ. Сол үшін Ерденнің қорланып, өзін бақытсыз сезініп жүргенін де сезеді. Бірақ бақыт ұл баланың ұл не қыз болуында ма екен? Осынша құрбандыққа апарған ұлдың ұшпаққа жеткізеріне кім кепіл? Қыздарын айналтып, үйірілтіп, ет жүрегін елжіреткен әкелік сезімін бір-ақ сәтте ұмыттырған ұл. Жарық дүниеге келер жолына тап өзіндей 3 перзенттің көз жасы төгілгенін сезесің бе? Дүниеге келісімен бір отбасының шырқын бұзған ұл өмірде қандай болар екенсің? Шым-шытырық ойға шырмалған Айсұлу Ерденге біреулерді жылату арқылы бақытты болу еместігін айтқысы келген, бірақ дәл қазір оның ұлды болғанынан басқа ештеңені ойлай алмайтын күйде екенін түсініп, әңгімені созудың қажеті жоқ деп шешті. Ұлды армандағаныңды білемін, бірақ сенің арманыңның арман емес, өмірдің бар мәнін перзентіңнің жынысымен есептейтін ауруға айналғаны өкінішті. Сондықтан жолыңа кесе көлденең тұрып қайтем, бар, жолың ашық. Бірақ ойнастан туған ұл оңбас деген сөздің бекер айтылмағанын ұмытпа. Жанары жасқа толған Айсұлу иығын сәл қушитыңқырап бөлмелерінен шыға берген Ерденді көзбен ұзатып, екеуара небір тәтті сәттер өткен төсектерінде тапжылмай отыра берді. Сыртқа беттеген Ерденнің аяғына аружан келіп оратылды. Папа, қайда бара жатырсың? Мен де барам. Ерденнің жүрегі шым ете қалды. Есіктің жақтауына сүйеніп тұрған әселді бетінен сүймекші болған. Ол өкси теріс айналып кеткенде Айжан әкесінің қасынан сырғи өтіп анасының бөлмесіне кірді. Мама, папаны жібермеңізші. Сіз оны сүйемін деуші едіңіз ғой? Сүйемін. Сүю деген сүйген адамыңның бақытты болуын тілеу, қызым. Ал әкеңнің бақытты болу үшін ұл керек болды. Ал бізше, бізді тастап кете бере ме? Ештеңе істеуге болмай ма? Ештеңе істеудің қажеті жоқ, қызым. Менмен ғана болсын деп түрлі амал қолдану сүйген жанның емес, есебі мықты аярлардың тірлігі. Айжанның амалы құрыды. Көрерміз, деді өксіп отырып. Көрерміз әлі. Арада бірталай жылдар өтті. Алма-кезек ауысқан жыл мезгілдерімен бірге Айсұлудың отбасында көктемдей шуақты, қыстай қатты, жаз бен күздей мәуелі оқиғалар болып, кезінде ұяларының шырқын бұзған жай да бірте-бірте ұмытылған сияқты.
Айсұлу мен қыздары ол оқиғаны еске алмайтын. Тек анасы адам қолдан келгенше жақсылық жасауға ұмтылу керек деген кезде Әселдің қалай ойлайсыз, істеген жамандығының өзіне қайтып оралғанын біреулер біледі ме екен деп сұраулы жүзбен қарағаны болмаса. Айсұлудың асып таспасақ та көштен қалып жатқан жоқпыз шүкір дегеніне Аружанның небір күні асып тасқандар туралы да естіп жүрміз деп қалғаны болмаса. Әрине, Айсұлудың қыздарының нені меңзеп айтқандарын түсінбейді емес, түсінеді, бірақ әңгімені өрбітпеуші еді. Тіпті қой балам, әкең байғұс жетісіп жүр дейсің бе деп тоқтау салатын кездері көп. Себебі ұл тапқан әйелімен көңілін жарастыра алмаған Ерденнің ішкілікке салынып үйінің берекесін кетіргенін, тіпті оған қол жұмсап істі бола жаздағанын, Гүлмираның қайнатасына барып балаңыздан құтқарыңыз деп жалынғанын бұлар да естігенді. Ал таяуда ұлы кәмелетке толғанда Ерденнің су жаңа шетелдік машина сыйлағанын, баласының оны апта өтпей жатып қиратып, өзі әупірімдеп тірі қалғанынан да хабардар болатын. Сондықтан да бір кездері сүйіп қосылған жарының адасып, жора жолдастарының арасында жарқ-жұрқ етіп жүретін асыл азаматтың сонша құлдырап кеткенін ойлап аяйтын Айсұлу. Анасының қас-қабағын баққан қыздары да сосын бұл тақырыпты қаузай бермей, оның сезімін құрметтеп, аялап, өз тірліктерін кешіп жатты. Осылайша бір-бірінің жанын түсініп, өзара елбесе жайма-шуақ күн кешкен отбасы жаңа жыл қарсаңындағы тымық кеште аяқ астынан дүрлікті. Беймезгіл уақытта телефон шалған Айжан Ерденнің ұлы мас болып топтасып қыз зорлады деген айыппен қамауға түскенін хабарлады. Бұларды шошытқан хабардың екінші бөлігі еді. Ұлымен жолығуға жан ұшырып келе жатқан Ерденнің өзі машинасымен аударылып, ауыр халде Айжан жұмыс істейтін ауруханаға жеткізіліпті. Жедел жәрдем келгенше далада жатып қалып, көп қан жоғалтыпты, деді даусы дірілдеп қызы. Қан табылмай жатыр, сирек топқа жатады ғой. 4-ші минус резус фактор. Анализдері дайын болған соң нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі Хамитбек аға екеуміз операция жасайтын болдық. Айсұлудың құлағы шыңылдап кетті. Ерден таң ата наркоздан оянғанда қасында досы Сәбит отыр еді. Қиналғанда да, қуанғанда да жанынан табылатын адал дос. Ерден ауруханаға түскелі бері көкте Аллаға жалбарынып, жерде дәрігерлерге жалынып күні-түні осында жүрген. Төсегінің қасында ақ халат киіп мүлгіп отырған Сәбитті көргенде Ерденнің есі кіріп, көз алдынан бүкіл оқиға зырылдап өте бастады. Жол, сапырылысқан адамдар мен машиналар, қарсы келген машинамен гүрс етіп соғысқаны қайда асығып еді? Ұлы ұсталды ғой, деп хабарлап еді ғой. Ерден ыңыранды. Сәбит селк етіп мұның бетінен күлді. Ерденнің көзін ашқанын көріп, жүрегі жарылардай қуанған ол, досының ерні жыбырлап жатқанын байқап, құлағын тосты. Ұл, деді, тілі икемге әзер келген Ерден сыбырлай сөйлеп. Әлгінде ғана досы тіршілік белгісін бергенде, бойын билеген қуанышы су сепкендей басылып, Сәбит, ұлың бар болсын деп күйген үнмен, өзің өліп қала жаздадың ғой. Артықтау кеткенін сезіп, тергеу изоляторында отыр, адвокат іздеп жатырмыз, деді қысқа-қысқа сөйлеп. Ерден тағы ыңыранды. Сәбит оның ұлын ойлап жатқанын түсінді, бірақ өз жүрегінде оның ұлына деген титтей де аяушылық сезім жоқ еді. Керісінше, досының басын жыл сайын бір шырғалаңға салатын ұлды қолына түссе тұтып жібердей зығырданы қайнап, бірақ онысын Ерденге айта алмады. Булығып, тістеніп, іштен тынды. Тексіз неме, деді іштей. Жатырына татқан деп осындайды айтады екен ғой қазақ атам. Өткен жолы көлік апатына қатысты іс қозғалып, Ерден екеуі ішкі істер басқармасының табалдырығын тоздырып жүргенде, бүгінде әжептәуір қызмет атқаратын Ерденнің інісі Ермек бұлқан-талқан болып, Аманбаевтардың аты шықпай қалады деп едіңдер. Шықты әне. Ертең-ақ бүкіл газет шулайды. Бизнесмен Аманбаевтың ұлы істі болды деп. Жеттіңдер армандарыңа деп әке-шешесіне дүрсе қоя бергеніне куә болған Сәбит. Бүгін өзі де сондағы Ермектің күйін кешіп отырғандай. Көзінің астымен Ерденге қарап қойды. Наркоздың күші қайтып,
Сынған сүйектер сырқырап, жарақаттары жанына батып жатса керек. Ол ыңқылдай дем алып, үнсіз жатыр. Байғұс досым, деді Сәбит іштей. Ол деп әдемі отбасын тастап кетіп ең. Не көрсетті сол? Қасықтап жиған абыройыңды шелектеп төкті. Қасыңда дос та қалмады. Туыс та теріс айналып кетті. Енді міне жатырсың өлім мен тірінің арасында да бетімен кеткен ұлды уайымдап. Bir шама уақыттан кейін ерден ыңқылдауын азайтып, дем алысы қалпына келе бастады. Кірпігінің дір-дір етіп ара-тұра ернін жымқырғаны, демі дірілдей күрсінгені, оның көзі жұмулы болса да ояу жатқанынан, тығырықтан шығар жолды іздестіріп жатқанынан хабар бергендей. Сәбит, деді бір кезде апанық сөйлеп, сен мұнда отырмасайшы, ана баланы шығару керек, ермек қайда? Әуелі өзің қалпына кел, сосын ойласамыз ғой, деді Сәбит онша ыңғай бермей. Ерден досына таңырқай қарады. Ойласатын несі бар дейтіндей. Сәбит қитығып үндемеді. Жоғары жақта істейтін інісі Ермектің мені бұл іске қатыстырмаңдар деген Ерден қайдан білсін? Шынына келсе, Сәбиттің де абыройсыз іске араласқысы жоқ. Тек досының басы аман қалғанын тілеп жүгіріп жүрген жайы барды. Соңғы күндердегі оқиғаның бәрін Ерденге айтайын десе, өлім аузынан қалған досына еді, үндемегені де сондықтан. Сәбит, деді тағы да Ерден, сен ана жаққа бар, не істесе де ол менің балам, құтқаруымыз керек. Сәбитті ашу қысты. Ерденнің жағдайын ойлап, өзін қанша ұстайын десе де, булыққан сезімі ырық бермей, бар ойын лақ еткізіп ақтара салды. Бала емес ол. Бәле, не бетімізбен құтқарамыз? Ұл деп төбеңе көтергенде не жақсылығын көрсетті? Айтшы. Ерден жаңа ғана жайбарақат отырған адамның бұрқ ете қалғанын түсінбей аң-таң. Сәбит болса досының бетіне төніп, саған операцияны кім жасаған білесің бе деп сұрады. Ерден кім дегендей сұраулы кейіппен қасын керді. Айжан, 6 сағат бойы. Сәбиттің көзінен жас ыршып кетті. Сосын қазір айтпаса мүлде айта алмай қалатындай асығып, тез-тез сөйлей бастады. Қан көп кетіп қалыпты. Қаладағы қан орталығынан алынған қан жетпейді дегесін теледидардан хабарландыру бердік. Жан адам шықпады. Сенің қаның сирек топқа жатады ғой. Үмітіміз үзілердей болғанда бір студент қыз өзі іздеп келді деп естідік. Бірден операция жасау бөлмесіне апарып, тікелей қан құйыпты. Жаның соның арқасында қалды. Кейіннен рахмет айтайық деп іздестірсек, білесің бе кім боп шыққанын? Аружан, деді еңкілдей жылап. Ерденнің өңі құп-қу боп кетті. Мұндай хабарды күтпегені соншалық, не айтудың ретін таппай бірдеңе дейін десе, кезінде осы қыздарын жылатып тастап кеткені көз алдына елестеп, тынысы тарылып, қатты да қалды. Саған айтарым мынау, деді. Сәлден соң лықсыған сезіміне тоқтау салып, сабырлы қалпына түскен Сәбит сөзін жалғастырып, жаның олжа, жол ортасына келгенде қайдағы бір елеске елтіп, бақытыңды басқа тептің. Сөзін қалта телефонының шырылдағаны бұзды. Айсұлу екен. Оянды ма, деді ол үрей аралас үнмен. Оянды. Айсұлу үнсіз қалды. Сәбит оның жылап тұрғанын сезді. Өзінің де көңілі босап, ештеңе де алмады. Сол кезде бағанадан бері төбеге қарап мелшиіп жатқан Ерден тіл қатты. Айсұлу ма? Иә, Айсұлу. Телефоныңды маған берші. Сәбит досына таңырқай қарап, әуелі телефонның арғы жағындағы Айсұлуға тіл қатты. Ерден сұрап жаттыр. Сөйлесесің бе? Айсұлу үндемеді. Не ойлап, қандай күй кешкені өзіне ғана аян. Ал жауап күтіп тосқан уақыт Сәбитке таусылмастай ұзақ болып көрінді. Біраз үнсіздіктен кейін Айсұлу күмілжи тіл қатты. Жоға, сәлем айтасың ғой, қайда жүрсе де аман болсын. Камал Әлпейісова, бақытпен елес әңгімесі.